Шаяндар, менің қымбатты сүйікті жандарым, сәлеметсіздер ме? Бұл сіздердің 26 жылғы шілде айына арналған жұлдыз жорамалыңыз. Шілдеде туған шаяндарды туған күндеріңізбен құттықтаймын. Барлық армандарыңыз бен тілектеріңіз орындалсын. Туған күніңізді міндетті түрде атап өтіңіз. Тіпті жалғыз болсаңыз да өзіңізге кішкентай торт сатып алып, шам жағып тілек тілеңіз. Сонымен шілде айында не күтіп тұр? Меркурийдің ретроградты қозғалысы 23 шілдеге дейін жалғасады және ол сіздердің белгілеріңізде Шаян шоқ жұлдызында болады. Ретроградты Меркурий әдетте ескі істерді аяқтаумен, өткенге оралумен немесе бұрынғы адамдардың қайта пайда болуымен байланысты. Бұрынғы серіктесіңіз сізді еске алып хабарласуы мүмкін, әлде бір кездері тастап кеткен хоббиіңіз қайта жанданып, оған қайта қызығушылық танытуыңыз мүмкін. Сондай-ақ бұрын барып жүрген, бірақ көптен бері бармаған сүйікті жеріңізге қайта сапар шегуіңіз де ықтимал. Бірінші үй сіздің ниеттеріңізді, жоспарларыңызды, сыртқы келбетіңізді және адамдардың сізді қалай қабылдайтынын білдіреді. Сондықтан осы кезеңде жоспарларыңыз жиі өзгеруі мүмкін. Мүмкін билеттерді ауыстыруға, кездесулерді кейінге қалдыруға немесе бұрынғы стиліңізге қайта оралуға тура келер. Кейбіреулер салмақ тастауы мүмкін. Бұл кезеңде жаңадан бастауға қарағанда бұрынғыны түзету, жетілдіру және қайта қарау әлде қайда тиімді болады. Кездесулер мен ортақ сапарлар кейінге қалдырылуы мүмкін. Сондықтан 23 шілдеге дейін жаңа маңызды істерді бастамаған жөн. Қымбат сатып алулардан, пәтер немесе көлік алудан, сондай-ақ жоспарлы операциялардан да бас тартқан дұрыс. 3-4 шілдеде сіздердің 12 үйлеріңізде Марс пен Уран қосылады. Уран күтпеген жағдайлардың планетасы, ал 12 үй ауруханалар мен шұғыл көмекпен және жасырын мәселелермен байланысты. Марс жарақаттар мен өрт қаупін арттыруы мүмкін. Сондықтан 3 мен 5 шілде аралығында ерекше сақ болған жөн. Осы күндері жарақат алмауға, өрт қауіпсіздігін сақтауға көңіл бөліңіз. Әсіресе сұлулық инъекцияларын жасауға ұсынылмайды. Жалпы ретроградты Меркурий кезінде мұндай процедуралардан аулақ болған дұрыс, ал 3 мен 5 шілде аралығында мүлдем жасамаған жөн. 12 үй алыс елдермен де байланысты, сондықтан күтпеген сапар немесе шұғыл жолға шығу қажеттілігі туындауы мүмкін. Сондай-ақ жоғалтулар болуы мүмкін. Бірақ кейде 12 үйдегі жоғалту өмірді тазарту немесе ескі ауыртпашылықтан арылу ретінде көрінеді. Тағы да бір ықтималдылық, бұрын жасырын болған құпиялардың ашылуы, бұл сізді таңғалдыруы мүмкін. 10 шілдеде Венера сіздердің 3 үйлеріңізге кіреді. 3 үй бұл қарым-қатынас, таныстықтар, байланыс және қысқа сапарлар үйі. Венераның әсерімен жағымды таныстықтар болуы мүмкін. Мүмкін сізге ұнайтын оқу курстары басталады, немесе қысқа бірақ жағымды сапарға шығасыз. 3 үй бауырлармен де, туыстармен және көршілермен де байланысты. Сондықтан олардың өмірінде жақсы жаңалықтар болуы немесе олар сізге қонаққа келуі мүмкін. 11 шілдеде Венера кету кармалық түйінмен қосылады. Бұл күні сіз бұрыннан білетіндей әсер қалдыратын адаммен кездесуіңіз мүмкін. Бірақ бір қарағанда оны өмір бойы танитындай сезім пайда болады. Мүмкін бұл өткен өмірлерден келе жатқан байланыс шығар, немесе жай ғана өткеннен шыққан таныс адаммен күтпеген кездесу болуы мүмкін. Венера ақшаға да жауап береді, сондықтан бұрын үміт үзген қаржының қайтып келуі мүмкін. Қарыздың қайтарылуы, күтпеген төлем немесе қаржылай көмек келуі де ықтимал. 14 шілдеде жаңа ай сіздердің белгілеріңізде, 1 үйлеріңізде болады. Бұл өте маңызды жаңару кезеңі.
Жаңа таныстықтар, жаңа мүмкіндіктер, жаңа ақпарат, жаңа ұсыныстар және жаңа өмірлік цикл басталуы мүмкін. Жаңа қарым-қатынас басталуы немесе қазіргі қарым-қатынастарыңыз келесі маңызды деңгейге өтуі де ықтимал. Сондай-ақ өміріңізді өзгертетін маңызды шешім қабылдауыңыз мүмкін. Бұл жаңа айды әсіресе асценденті шаян белгісінің 21 градусында орналасқан адамдар немесе туған күні 10-шы, 14-ті немесе 15-ші шілдеге сәйкес келетіндер қатты сезінеді. Егер туған күніңіз осы күндерге сәйкес келсе, алдағы 12 ай бойы өміріңізде көптеген жаңа адамдар мен жаңа мүмкіндіктер келуі де ықтимал. 19 мен 23 шілде аралығында Юпитер Нептунмен өте жақсы аспект жасайды. Қазіргі уақытта Юпитер сіздердің ақша секторларыңызда орналасқан. Ол табысты, қаржылық мүмкіндіктерді, жаңа клиенттерді және жақсы жұмысты көбейтуге көмектеседі. Нептун болса мансап, жетістік және мәртебе үйінде орналасқан. Сондықтан бұл күндер жұмыс, мансап және қаржы үшін өте қолайлы болады. Қосымша табыс, сыйақы, марапат немесе беделдің артуы мүмкін. Өзіңізді жоғары бағалап, еңбегіңіздің бағаланғанын сезінуіңіз де ықтимал. 23 шілдеде күн екінші үйге өтеді және қаржылық тақырыптар күшейеді. Табыс артуы, пайдалы келісімдер жасалуы мен маңызды сатып алулар болуы мүмкін. Дегенмен үлкен сатып алуларды 24 шілдеден кейін жасаған дұрыс. Сондай-ақ сатып алу, сату, келісім шарттарына қол қою ықтималдылығы жоғары. Сол күні 23 шілдеде Меркурийда тура қозғалысқа өтеді. Осы уақытқа дейін жүргізілген келіссөздер, өзгерген жоспарлар және шешілмеген мәселелер біртіндеп тұрақтана бастайды. 26 шілдеде Сатурн ретроградты қозғалысқа өтеді және бұл кезең 10 желтоқсанға дейін жалғасады. Сатурн сіздердің қарым-қатынас, неке және серіктестік секторларыңызға әсер етеді. Осы кезеңде жұбайыңыз немесе серіктесіңіз уақытша басқа жаққа кетуі мүмкін. Қашықтықтағы қарым-қатынас уақытша үзіліс немесе белгілі бір мәселенің кейінге қалуы да ықтимал. Мүмкін сіз жаңа келісім шартқа дайындалып жүрген шығарсыз, немесе желтоқсанға дейін маңызды құжатқа қол қоюды күтуге тура келетін болады. Бұл бизнес серіктестікке де, романтикалық қарым-қатынасқа да қатысты болуы мүмкін. Кейбіреулер үйлену тойына дайындалып, оның нақты өтуін желтоқсанға жоспарлауы да ықтимал. Сатурн көбіне міндеттемелер мен жауапкершіліктерді арттырады. Сондықтан жұмыс көлемі көбейіп, қосымша міндеттер пайда болуы мүмкін. Егер қандай да бір мәселе уақытша тоқтап қалса, оның шешімі 10 желтоқсаннан кейін жылжи бастайды. 28 шілдеде кармалық түйіндер белгі ауыстырады. Бұл өте маңызды оқиға. Олар алдағы 1,5 жыл бойы сіздердің қаржы үйлеріңізде орналасады. Сондықтан ақша, жұмыс, табыс, несие, инвестиция, басқа адамдардың ресурстары және материалдық құндылықтар басты тақырыпқа айналады. Өзін-өзі бағалау және жеке құндылықтарға қатысты сұрақтар да маңызды болады. Кармалық түйіндер тұтылуларды бірге алып келеді. Сондықтан алғашқы қаржылық тұтылу 12 тамызда болады. Бұл кезеңде қаржы, табыс, өзіндік құндылық және материалдық мәселелерге байланысты маңызды оқиғалар орын алуы мүмкін. Соңғы рет мұндай орналасу 2007 жылғы желтоқсаннан 2009 жылғы тамызға дейін, 2017 жылғы мамырдан 2018 жылғы қарашаға дейін болған. Сол кезеңдерде қаржы мен жұмыс саласында не болғанын еске түсіріп көріңіз. Ұқсас тақырыптар қайта белсендірілуі мүмкін. 29 шілдеде толық ай 8 үйде Плутонның жанында болады. 8 үй ортақ қаржы, банктер, салықтар, мұрагерлік, психология және құпиялар үйі.
бұл күні қаржыға, мемлекеттік мекемелерге, банктерге немесе салық мәселелеріне қатысты маңызды жаңалықтар болуы мүмкін. Сондай-ақ психологиялық жағдайға назар аудару қажеттілігі туындауы да ықтимал. Мүмкін сіз психологпен жұмыс істеуді бастайсыз, немесе өзіңіз психологияға қызығушылық танытасыз. Эзотерика, құпия білімдер мен терең рухани тақырыптар да белсенді болады. Сонымен қатар, бұл толғай интимдік қарым-қатынастарға да қатысты маңызды нәрсені ашып көрсетуі мүмкін. 30 шілде өте сәтті күн. Осы күні күн мен Юпитер қосылады. Бұл қосылыс ақша секторында орын алады. Сондықтан сыйлық, табыс, қаржылық пайда немесе жағымды жаңалық күтуге болады. Бұл күні өз еңбегіңіз үшін мақтанып, жетістіктеріңізді сезінуге толық негіз болады. Юпитер үлкен бақыттың планетасы, ал күн табыс пен өмірлік қуаттың символы. Олардың жыл сайынғы қосылуы әдетте сәттілік пен қуаныш әкеледі. Сондықтан тағдыр сізге дәл осы күні ерекше сый дайындауы мүмкін. Осындай шілде айы сіздерді күтіп тұр, қымбатты шаяндарым. Тағы да туған күндеріңізбен сіздерді жақсы көремін. Сау болыңыздар.